Киелі кітапта Иса 5 нан 2 балық пен 5000 адамды тамақтандырған ғажап оқиға жазылған. Көп адамдарға осы ғажапты көрсеткен соң, Иса шәкірттерін Галилея теңізінің арғы жағына жіберіп, жиналған жұртты да үйлеріне таратып жіберді. Содан соң Иса өзі дұға ету үшін тауға шықты. Бүгінгі әңгіме осыдан басталған. Иса тауда дұға еткен кезде, шәкірттері теңіз бетінде қайықта отырып, үлкен қиыншылыққа тап болды. Қайықта отырған шәкірттердің бірнешеуі балықшылар еді. Әсіресе Петрдің өзінде қайығы болған. Сол себептен ол Галилея теңізі туралы өзін жақсы білемін деп мақтан ететін. Теңізді жақсы білу деген дауыл, толқын қай уақытта соғатынын білетін. Бірақ міне қызық, не болды? Оның тәжірибесіне сәйкес келмей, сол күні дауыл басқа бағытпен соға бастайды. Алға қарай жүрсе де, дауыл мен судың толқыны олардың жылжуына кедергі болды. Сөйтіп уақыт өтіп, қараңғы түсті. Олардың алдында Галилея теңізінің қатты толқыны ғана көрініп тұрды. Шәкірттердің қорқынышы күшейе түсті. Түнгі 3-те бір таңғаларлық жағдай болды. Дәу толқынның арасынан біреу оларға қарай жақындап келе жатты. Шәкірттері шошып кетіп, бұл елес қой деп айқайлап жіберді. Сол сәтте толқын мен дауылды кесіп, бір жұмсақ дауыс естілді. Қорықпаңдар, бұл мен ғой деп, Иса олардың көз алдында пайда болды. Иса теңіздің бетімен жүріп, қорқыныш билеген шәкірттеріне келген еді. Қайран қалған Петр: «Мырза, егер өзіңіз болсаңыз, маған су бетімен қасыңызға баруға бұйырыңызшы» деді. Иса оған «Кел» дегенде, Петр қайықтан түсіп, су бетімен Исаға қарай жүрді. 1 қадам, 2 қадам. Петр Исаға қарай беттеген кезде, кенеттен қатты соққан дауылды байқады. Дауыл өзін басады деп сезінген Петр қорқып кетіп, дереу суға бата бастады. «Мырза, мені құтқара көр» деп айқайлаған Петрді Иса дереу қолын созып, демеп жіберді. «Ей, сенімі азмай, неліктен күдіктендің?» деді Иса Петрге. Екеуі қайыққа мінгенде дауыл басылды. Соны көрген қайықтағы шәкірттер: «Сіз шынымен де Құдайдың рухани ұлысыз» деді. Содан кейін қайық мақсатты жерге аман есен жетті. Балалар, біз Исаға сенушіміз. Алайда осы әлемде шәкірттер тап болған дауыл мен толқын сияқты бізді қорқытатын, қинайтын жағдайлар көп кездеседі. Сондықтан есімізде болсын. Иса ойламаған жолмен бізге келіп, «Қорықпаңдар, мен сендермен біргемін» деп жұбататын болады. Сонда Исаны Құдайдың ұлы деп сеніп, оны мойындап, әлемнің қатты дауыл толқынын кесіп өтетін біз болайық.